Сәлем достар, менің YouTube сән каналыма қош келдіңіздер. Басталып жатқан күз мезгіліне арналған аяқ киімдерде необычный үлгілер бар. Платформаны ұнататын, немесе тіпті 90-шы жылдардағы сән үлгілерін ұнататын жандар үшін де жаңалықтар бар. Бірінші бізде тізеден жоғары ботфорты. Бұл аяқ киім жаңбырлы мезгілге таптырмас үлгі, әсіресе осы биылғы трендте кожадан жасалған носочек сияқты жабысып тұратын кожадағы аяқ киімдер сәнде. Менің сіздерге советім, бұл үлгідегі аяқ киімдер юбка мен көйлекті ұнататын жандар үшін керемет үлгі деп білемін. Келесі бізде платформалы аяқ киім. Бұл күздік туфлилар мен қыстық етіктерде. Бірақ бұл жолы дизайнерлер экстремальны өте жоғары платформаны ұсынуда. Келесі бізде жакейские сапоги, қонышы кең етіктер. Қаншалықты балтыры кең болса, соншалықты сәнді. Бұл үлгідегі аяқ киімдерде екі трендті қосып жіберсеңіз болады. Мысалы, тізеге дейін жететін әдемі нөскелер мен әдемі детальдары болса тіптен керемет. Үшінші мехты аяқ киім. Менің алдында айтып кеткенде биылғы трендте мех, тіпті аяқ киімге дейін, тапочкадан бастап етікке дейін әркім өз талғамына қарай. Әрине, бірақ еш қорықпастан мехі бар аяқ киімдеріңізді шығара беріңіздер. Келесі бізде платформалы аяқ киім. Бұл күздің туфлилар мен қыстық етіктерінде. Бірақ бұл жолы дизайнерлер экстремальны өте жоғары платформаны ұсынуда. Әрине, мұстайғақта бұл өте ыңғайсыз, сондықтан өздеріңіздің погодаларыңызға қарай көресіздер. Келесі бізде казаки, немесе ковбойский стильдегі аяқ киім. Мұндай аяқ киімді джинсы, бахромалы куртка, шляпа мен на выход киетін юбкамен немесе көйлектермен үйлестіріп, күнделікті киіп кете аласыз. Деним немесе ілнаматадағы киімдермен және жазғы жеңіл шифон гүлді көйлекпен кисеңіз өте әдемі болып тұрады. Келесі бізде резинкалы етіктер. Кроссовкалар сәнде бірнеше жыл бұрын кірген сияқты, сіз де бұл үлгідегі киімге таңғалмасаңыз болады. Резинкалы етіктерді тек жаңбырлы күнде ғана емес, енді күнделікті өмірде сәнді аяқ киім ретінде кисеңіз болады. Келесі бұл бізде басы үшкір аяқ киім. Сәннің өз ойыны бар. Мысалы, төртбұрышты басты аяқ киім уже сәннен кетсе, ары қарай үшкір аяқ киімдер орнына келеді. Менің сән каналым ұнаса, қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз.